Армысыздар. Бүгінгі біздің Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған Аққан жұлдыз атты дөңгелек үстелімізге жиналған көпшілік қазір мынау Zoom бағдарламасына қатысушыларды бір 2-3 минут күте тұрайық, рұқсаттарыңыз болса, содан кейін бастасақ. Қайырлы күн. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы руханият мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған Аққан жұлдыз атты дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер, құрметті қатысушылар. Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің мақсаты шығыстың жарық жұлдызы, ұлт ағартушысы, қазақтың ғұлама ғалымы, шығыстанушы Шоқан Уәлихановтың қазақ мәдениеті мен әдебиетіне қосқан үлесін, ғұмырнамалық жүріп өткен жолын, жазған еңбектерін осы конференцияға қатысушы жастарға үлгі өнеге ету болып табылады. Ендеше бүгінгі конференциямызға ғалымдар, жазушылар, сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер, жоғарғы және арнаулы оқу орнының студенттері қатысып отыр. Ендеше алғыс сөзді осы тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының орынбасары Сәкен Зиябекұлына алғыс сөз берсек. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті достар. Аққан жұлдыз онлайн дөңгелек үстел отырысына қош келдіңіздер. Қазақ даласында өзінің батырлығымен, даналығымен, өнерімен және өзге де қайталанбас қырымен танылған таланттар аз емес. Ұлт болып ұйысудағы халықтың рухани өркендеуі де, өсуі мен өрлеуі де осындай тәңірдің таңдауы түскен толағайлардың тұлғасымен
тығыз байланысты. Осындай талантты тұлғалардың бірі небәрі 30 жыл ғұмыр кешіп соңында өшпесте із қалдырған Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында ұлы тұлғаларымызды дәріптеу қажеттігіне жете тоқталғанын жақсы білесіздер. Ол еліміздің тарихи кезеңдерін кеңінен қамти отырып, ұлы дала тұлғалары атты ғылыми көпшілік серияларды шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру қажет. Бұл бағытта қазақстандық ғалымдармен қатар шетелдік мамандар да тартылатын халықаралық көпбейінді ұжым құруға болады. Нәтижесінде біздің қаһармандарымыздың өмірі мен қызметі жөнінде тек еліміздегілер ғана емес, сондай-ақ шетелдегілер де білетін болады деген болатын. Бұл ретте тұлғатану бағытындағы танымдық шаралардың көп болғаны қажет. Тарихты білмегеннің болашағы бұлыңғыр. Олай болса, қамшының сабындай қысқа, әрі мәнді де мағыналы ғұмыр кешіп, тыңнан түрен салған Шоқан Уәлихановтың орны айрықша. Ол өзінің бүкіл қажыр қайратын туған халқының танымын толтырып, ілімін көтеруге, қазақ жерінің білімі мен ғылымын дамытуға арнады. Кез келген ғалымның жүрегі дауалап тісі батпайтын тың ғылыми салаларға батыл қадам басып, соңына баға жетпес мұра қалдырды. Өшпес өнеге текті тәлім тағылымды таным қалдырды. Бір сөзбен айтқанда, қазақ ғылымында өзіндік із тыңнан түрен сала білген үлкен жүректі ғалым, ұлтымыздың қайраткер азаматы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың ұрпаққа мәңгілік рухани азық болар құнды еңбектері, өнегелі ғұмыры бар. Жаңа буынның ендігі міндеті осы мұраларды одан әрі зерттеп, тыңғылықты зерделей отырып, Шоқан Шыңғысұлы арманын жаңа биіктерге көтеру, ізгі жанның игі істерін жалғастыру. Қазақта жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген жақсы тәмсіл бар. Осы орайда адам ретінде де, ғалым ретінде де соңынан соны із қалдырған Шоқан Уәлихановтың тұлғасын ұлықтауға, оның өмір жолын талқылауға арналған бүгінгі Аққан жұлдыз онлайн дөңгелек үстел отырысы мәнді де мағыналы, нәтижелі өтеді деп сенемін, және шараға қатысушыларға сәттілік тілеймін. Рахмет. Жақсы, рахмет, Сәкен Зейбекұлы. Бүгінгі біздің іс-шарамызға 100-ге жуық көрермен қатысып отыр екен. Сіздерден бірінші өтінер тілек, дауыстарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Сіздерге модераторлық қызмет жасап отырған мен Ерболат Еркеұлы, осы руханият орталығының бөлім басшысы болам. Ендеше осы дөңгелек үстелімізді әрімен қарай жалғастырсақ, Шоқан Уәлиханов жайлы ақпараттық танымдық кішігірім бейне сюжет көріп алуға рұқсат етіңіздер. Осыдан 185 жыл бұрын 1835 жылы 3 қарашада қазақтың тұңғыш ғалымы, ағартушы, тарихшы, этнограф, саяхатшы, әрі дипломат Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов дүниеге келген. Ол Қостанай облысы, қазіргі Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын бекетінде Абылай ханның немересі Шыңғыстың отбасында дүниеге келді. Керет. 1835 Осыдан 185 жыл бұрын 1835 жылы 3 қараша. Осыдан 185 жыл бұрын 1835 жылы 3 қарашада қазақтың тұңғыш ғалымы, ағартушы, тарихшы, этнограф, саяхатшы, әрі дипломат Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов дүниеге келген. Ол Қостанай облысы, қазіргі Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын бекетінде Абылай ханның немересі Шыңғыстың отбасында дүниеге келді. 4 жасында хат танып, Құсмұрындағы әкесі салған мектепте ортағасырлық қыпшақ шағатай тілін меңгереді. Парсыша, арабша тіл сындырады. Оған тәрбие беруде Сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болды. Ол жас Шоқанға ежелгі қазақ аңыздарын, аңыз әңгімелерін, мақал мәтелдері мен даналық сөздерін жиі айтып отыратын. Шоқан 12 жасына дейін Құсмұрындағы мектепте оқып, мұсылман діні ілімімен танысты. Шоқан ауылдағы бастауыш мектепте оқып жүріп-ақ, араб,
парсы, шағатай тілдерінің негізін үйреніп алды. 1847 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол кездегі ең таңдаулы оқу орны болып есептелген Сібір кадет корпусына оқу орналастырады. Оның келешегі үшін бұл оқу орнының атқарар рөлі зор болды. Кадет корпусында Шоқан өзінің зеректігімен ерекшеленген, тілді тез меңгеріп, өзі қатарлас оқушылардан озық оқыған. Корпуста ой өрісті, білімі жағынан Шоқан тез өсті, орыс жолдастарын басып озып отырды. Уәлиханов еңбектері көптеген саяхаттар мен ғылыми экспедициялар негізінде жинақталған. Ол әлемге отанымызға қатысты ғылыми жаңа көзқарас қалыптастырды. Шоқан Уәлихановтың еңбектері негізінде топографиялық карталар мен атластар жасалды. Академия ғалемді осындай ерте жастан тану, ғылыми қоғамдастыққа құрметті мүшелік ету, беделді адамдармен жеке танысып, марапаттар мен мадақтаулар алды. Енінің тағдырына бейжай қарамаған ол, барлық жағынан қамқорлық жасап, өзінің негізгі патриотизм идеясына адал болды. Рахмет. Біздің кішігірім ғана дайындаған бейне сюжетімізді көрген боларсыздар. Ендеше осы Шоқан Уәлиханов жайлы кеңінен ақпарат алу үшін, тың деректермен танысу үшін біздің іс-шарамызға арнайы қатысып отырған үлкен ағаларымыз бар. Ендеше осы Ана тілім газетінің алғашқы редакторы, бүгінге дейін Шоқан туралы көптеген еңбектері жазып жүрген Шоқан танушы Жарылқап Бейсенбайұлы ағамызға сөз кезегін берсек. Жарылқап аға, даусыңызды қосып қойсаңыз. Естілді ме? Иә, естіліп отыр. Естілді ғой. Жаңа хабарлама мәтінді тыңдадыңыздар. Сол хабарлама мәтіннің өзінде мен Шоқан туралы біраз жылдардан бері зерттеп жүрген адаммын. Соған хабарламадағы Шоқанның өмірбаяндық деректеріне қатысты кейінгі ғылыми дәлелдер бойынша белгілі болған жайттарды айтқым келеді. Жаңа сөздің басында Шоқан Уәлиханов Құсмұрын бекінісінде дүниеге келді деп айтылды. Ол ескіден келе жатқан мәлімет. Оның Құсмұрын бекінісі деп айтылу себебі Шоқан 1847 жылы Омбы кадет корпусына барған кезде Құсмұрын бекінісінен барды. Құсмұрын бекінісі Шоқан туған кезде әлі ашылмаған. Ол 1845 жылы ғана ашылған бекініс. Құсмұрын округі деп аталды. Содан бастап Құсмұрын округі деп аталды. Сол бекіністен барғаннан кейін документінде Құсмұрын бекінісі деп жазылып кеткен. Сол документтен ғалымдар сол документтен шыға алмай Құсмұрын бекінісі деп айтылады. Шоқан туған 1835 жылы ол Аманқарағай округі деп аталды. Аманқарағай округінің орталығы қазіргі Сарыкөл Қостанай тас жолының бойындағы Обаған өзенінің кесіп өтер жердегі Қараоба деген мекенде орналасқан. Сол Қараобадан 1834 жылы Шыңғыс Уәлихановтың Аманқарағай округінің аға сұлтандығына сайлануына байланысты рәсім өтеді. Сол Қараобадан шығысқа қарай 40 шақырым жерде Күнтимес деген ауыл бар қалың орманның ішінде. 1834 жылы аға сұлтан тамыз айында аға сұлтан болып тағайындалған Шыңғыс Уәлиханов келесі жыл 1835 жылы жаз бойы сол жаңағы 40 километр шығыста орналасқан Күнтимес деген қалың орманның ішіндегі мекенде қыстауын салады. Шоқан сол жерде дүниеге келген. Мына
алдарыңызда көрініп тұрған картада, ол жоғарыда сәл жақындатсаңыз болады картаның бетін. Жақындату мүмкіндік болса. Анау жоғарыда қызыл шеңбермен қоршалған жер қыстау деп, бұл Шоқанның 1852 жылы жазған, өзінің қолымен салған картасы. Құсмұрын және үй бекіністері арасындағы бекет жолы деген картасы. Акварельмен салған. Мына жоғары жерде мына шеңбер тұр, сол шеңберде қыстау деген жазу көрініп тұр. Сол қыстау деген жазуыңыз сол Күнтимес қыстауы. Оның астындағы квадратта Аманқарағай, П Аманқар дейді, бекет Аманқарағай. Аманқарағай округінің орталығы осы жерде болған. Жаңағы айтқан, бұл жерде әлі Қараоба деген елді мекен бар. Көне қоныс ежелден келе жатқан. Табиғаты әдемі, өзеннің бойында көлдердің ортасында орналасқан мекен. Осы жерде Қараобада жаңағы Шыңғыс Уәлихан Аға Сұлтан сайлау өткен. Келесі жылы мына жаңа шеңбер ішінде қыстау деген жерде қыстауын салдырған. Құсмұрын бекінісі одан төменгі жақта, мына төменгі қызыл шеңберде Күшмұрынский деп жазылып тұр. Бұл Шоқанның өз қолымен жасалған карта. Бұл 1845 жылдан кейінгі округ орталығы. Міне осы 1845 ашылған кезде осы округ орталығы 47 жылы Шоқан осы округтың артынан омбы кадет корпусына түскен. Бұның біз осы туған жерін 1850 жылдық Шоқанның 150 жылдығына байланысты газетатынан, жастар газетатынан ұйымдастырылған экспедиция барысында осы мәліметтерді қарастыра келе, ол кәдімгі ғылыми деректерде қайта айтылып жүргенде Құсмұрын емес, жаңағы жоғарыда айтылған қыстау деп аталған жерде дүниеге келді. Сол қыстаудың атын іздестіру барысында дәл осы жерде кейіннен бұл жерді ежелгі қариялардан сұрастырғанымызда бұл жер бұрын орда тіккен деп аталыпты. Бірақ бұрынғы аты Күнтимес деп атауының себебі Шыңғыс Уәлихановтың қатысты мәліметтерде, мәселен 1842 жылы жазылған Шыңғыс Уәлихановқа қатысты мәліметте орыс әскери құпия деректерде Шыңғыс Уәлихановтың қыстауының аты Күнтимес, ол 1842 назар аударыңыз, 1842 жылы жазылған деректе Шыңғыс Уәлихановтың Күнтимес қыстауы округ орталығынан 40 шақырым шығыста орналасқан деп жазылған. Ол мына алғашқы жоғарыдағы Аманқарағай округінің орталығынан 40 шақырым дейді. Ал 1851 жылғы жазылған деректе Шыңғыс Уәлихановтың Күнтимес атты қыстауы округ орталығынан 100 шақырым шығыс теріскейде орналасқан дейді. Теріскей шығыста орналасқан дейді. Міне, осы мәліметтің өзінен бұрынғы округ орталығынан қазіргі округ Құсмұрыннан, дәл осы қыстау деп аталған жер Құсмұрыннан, қазіргі Құсмұрыннан 120 шақырым жерде жатыр. Ал Аманқарағай округ одан 40 шақырым жерде. Карталар осылай. Шоқанның өзінің сызған карталарында оның өмір баянына қатысты деректерді аңдап қараса тауып алып. Бұл және кейінгі жаңағы айтқандай орыс деректерінде Қазақстан тарихы деген кітаптың 8-ші томының 1-ші бөлімінде жаңағы 140 шақырым, 120 шақырым деп аталған жерлер көрсетілген. Сол арқылы ендігі мына ғалымдар қатысып отырса, мына жас буын қатысып отырса, бұның туған жері Құсмұрын емес, Шыңғыс Уәлихановтың обаған Аманқарағай округінің аға сұлтаны болып тұрған кезіндегі қыстауы Күнтимес деп айтқан дұрыс болады. Және Википедияның орысша бөлімінде дәл осы Күнтимес қыстау ортасында дүниеге келгені нақтылап көрсетіліп жүр кейінгі жылдар. Және бұл біздің Шоқан туралы жазған кітаптарымызда да осы нақтыланады.
Бұл кезінде Шоқан Уәлиханов атындағы тарих институтының директоры Манаш Қозыбаевтың кезінде құсмұрын емес, туған жері күн тимес екені дәлелденіп, ғылым айналымға енгізген, бірақ біздің ескі ғылым айналыммен жүретін ғалымдар әлі де сол құсмұрын деректі ұстанып жүр. Жаңа айтқанымыздай, құсмұрын Қошақан туған кезде әлі ашылмаған, 10 жылдан кейін ашылған қыстау. Содан кейін тағы бір мәселе, мынау Шоқанның өліміне қатысты. Ел ішінде қауесет өте көп, Шоқанды атып кеткен, улап өлтірген деген сияқты әңгімелер. Олардың бәрі де жалған дәйектерге құрылған. Шоқан 1864 жылы полковник Черняев басқарған әулиета, бүгінгі Тараз қаласы жорығына қатысып, әулиетада барған кезде жергілікті халыққа жасаған Черняевтің жауыздығына байланысты кейін оралып, ары сіздің жорығыңызға қатыспаймыз деп, кейін оралып, Алматыға келіп, Алматы ол кезде Верный деп аталады. Сол жерден Талдықорған жері арқылы Омбыға шығып кетпек болады да, сол кетіп бара жатқан жолда қазіргі Алматы облысы Кербелақ ауданының Шоқан деп аталатын колхоз, ол кезде ұлы жүздің аға сұлтаны Тезек Нұралиннің ауылы, ол бәрі қан тұқымдар, Абылай тұқымдар, сол жерге аялдайды, Омбыға кетіп бара жатыр. Аялдағанда сол жерден ары қарап жаңағы өзі туберкулезбен ауырғанда бұл нақты дәйек. Кішкентай 12 жастан бастап Омбы кадет корпусының суық казармаларында 6 жыл бойы тұру оңай емес. Сол жерден өзінің денсаулығы әсер, оның замандастары да оның денсаулығы осы кадет корпуста оқып жүрген кезінде туберкулездің белгілері бар деп жазып кеткен. Тарихи деректерге сүйеніп сөйлеу керек. Қауесет емес. Сол жерде жаңа Тезек Нұралиннің ауылында аялдап қалады да, сол жерде Тезек Нұралиннің ағасы, немере ағасы Көшен Ералиннің қызы Айсарыға үйленіп, тұрақтап тұрып қалады. Және сол Жетісу губерниясының губернаторы Колпаковскийдің тапсырмасы бойынша Құлжа жақта өтіп жатқан көтеріліс, мұсылман халықтарының көтерілісіне байланысты мәліметтерді қадағалап, бақылап отырып, солар туралы мәліметтерді Колпаковский жеткізіп тұратын адам ретінде қалып кетеді. Оның туберкулезден қайтыс болды деген сенбейтін жұрттардың айтуынша, бұл ханның баласы қымыз ішіп жүрген, оның туберкулезден ауыру мүмкін емес дейді. Мүмкін. Өйткені туберкулез ол адамның қымыз ішкеніне қарамайды. Абайдың 2 баласы Әбіш пен Мағауия да осы туберкулезден қайтыс болған. Абай жоқ кедей адам емес, 2000 жылқысы болған, қымыздың ортасында жүрген. Ол туберкулезде ол кезде ем жоқ. Бұның Шоқанның бір кісі қолынан қаза табу мүмкін деген деректердің себебі 1868 жылы шыққан Шоқан Уәлихановтың 5 томдық шығарма жинағының 4-ші томында қате кіріп кеткен бір дерекке ғана байланысты. Сонда 1863 жылға қатысты делінген бір дерек келтіріледі. Онда Шоқан Уәлиханов өзінің қайнағасы Тезек Нұралинменен екеуі бірлесіп отырып, ел арасында елді мазасыз дандыратын, елдің тыныштығын бұзатын сөздер таратып жүрген хабарлама Омбы жаққа кетеді. Соған байланысты Шоқан осындай әрекет етіп жүрген адам қайтыс болуы мүмкін емес делінген жорамал туындайды. Бірақ ол жаңағы Уәлиханов пен Тезек Төренің бірлесіп сондай әңгімелер таратып жүр дегені Шоқан Уәлиханов емес ол. Ол Шоқан Уәлихановтың немере інісі Сұлтанғазы Уәлиханов. Және ол 1865 жылға қатысты
дерек емес, 1869 жылға қатысты дерек. Қате 69 деген жазу 1866 болып, жаңа 4-ші томға кіріп біткен. Көп ғалымдарымыз, жазушыларымыз, Шоқанды қызыққан адам осы деректі ұстанады да, Шоқан ой, мынандай белсенді әрекетте жүрген адам туберкулездің ауыр деуге бола ма деген әңгімені тарап, ол кейінгі кездер киноға дейін, мына деректі киноға дейін кіріп кетті. Шоқан сол кісі қолдан қыз етіп деген әңгіме. Ол туберкулезден осы 10-шы сәуір күні, 1865 10-шы сәуір күні қайтыс болған. Ал Шоқан оғланда атылыпты деген қауесеттердің бәрі Сұлтанғазы Уәлихановқа қатысты. Сұлтанғазы Уәлихановты қазақтың ірі тұлғасы, Уәлиханның тұңғыш баласы Ғұбайдолланың немересі. Ол да 1853 жылы Шоқан кадет корпус бітірген жылы кадет корпусына түсіп, 1859 жылы бітірген, одан кейін әскери қызметте болып, 1864 жылы Әулие-Ата жорығына Шоқанмен бірге қатысқан. Ол да Шоқан сияқты Тезек Нұралиннің қызына үйленіп, сол Тезек Нұралиннің ауылына Шоқан да ол да күйеу бола болған. Сол ұқсастықтар, фамилиямен жаңағы өмірбаяндық ұқсастықтар осындай шатасуларға алып келген. Шоқан ол бар өзінің ғалымдық, зерттеушілік қызметін көз жұмғанша атқарып өтті. Ол ретте жаңа Шоқанды тану үшін Шоқанның шығармалар жинаған 5 томдықтарын зерделеп қарау керек. Шоқан сияқты тұлға әлемде сирек, бұл қазақтың бағына біткен ерекше тұлға, ерек туған адам, оны орысша феномен дейді. Оның жазғандары сол замандағы саяхатшылардың жазғандарының әлдеқайда көркемдігі де, шеберлігі де, ғылыми біліктілігі де әлдеқайда артық. Шоқанды бүкіл орыс ғалымдарының, орыс жазушыларының соншама қастерлеп, өздеріне кәдімгі құрметпен қарауларының себебі сода. Петербургға барған кезде Шоқан Қашқар сапарынан кейін қалай құрметтейді жаңағы бүкіл ғалымдар. Соның бәрі Шоқанның ерек туған данышпандығына байланысты болып жатқан мәселелер. Шоқанды біз мақтануымыз керек. Шоқан сияқты тұлғалар жоқ, кейбір көрші халықтармен, ғалымдармен, жазушылармен араласып тұрамыз. Бізде Шоқан сияқты тұлға жоқ деп тамсанады. Сондықтан Шоқанмен біз әрқашан мақтануымыз керек. Шоқан туралы, оның өлімі, оның тірлігі туралы қауесет пікірлерді қоюымыз керек. Шоқан сияқты тұлғалар ол 1000 жылда бірақ туатын ерек бітімдер. Шоқанымызды мақтанайық, ағайын. Осымен болды. Сізге көп рахмет, Жарылқап Бейсенбайұлы, уақытыңызды бөліп, арнайы біздің осы шарамызға қатысып отырғаныңызға. Себебі Шоқан жайлы мынау дөңгелек үстелді сіздің қатысуыңызсыз өткізу мүмкін болмады. Осы орайда сізбен байланысты Қайырбек Кемеңгер мырзаға да көп алғысымызды білдіреміз. Осы шарамызға арнайы Көкшетаудан Талапкер мырза қатысып отыр екен. Сол кісіге сөз берсек. Талапкер Уәлиев Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің докторанты. Ендеше Талапкер мырза. Қайырлы күн, құрметті дөңгелек үстелге қатысушылар. Жарылқап Бейсенбайұлы ағамызға көптен көп рахмет айтамыз. Өте мағыналы, мәнді және ақпараты мол, тың деректер, тың ойлар айтылды. Және жаңағы өскелең ұрпаққа, жас зерттеушілерге аса қажетті мәліметтер берілді. Көп рахмет. Және осы шара ұйымдастырушыларына да көп алғыс айтамыз. Енді бүгін біз Көкшетау қаласында жалпы Шоқан Уәлиханов жайлы көптеген зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және оның тарихына қатысты, мұрасына қатысты әртүрлі шаралар
өткізілуде. Атап айтқанда, жалпы Шоқан Уәлихановтың мұрасын зерделеу, есте сақтау, баға беру, тарихи баға беру, құрмет тұту, ескерткіш қою ол 20 ғасырдан басталады. Атап айтқанда 1971 жылға дейін Көкшетау қаласында бірде-бір ескерткіш болмапты. Шоқан Уәлихановқа арналған. 1965 жылы Қазақ КСР мәдениеті конкурс жариялайды. Көкшетау қаласына, туған өлкесіне ескерткіш қою керек деп, соған конкурсқа жерлесіміз Төлеген Досмағамбетов те қатысып, конкурс тұтылып, мына ескерткішті 1971 жылы орнатады. Бұл қазіргі таңда қаламыздың көрікті орны болып саналады. Біздің қаламызға өз ашығын беріп атқан сәнді, мағыналы ескерткіштердің бірі. Жалпы Шоқан Уәлихановқа арналған ескерткіштердің ішінде осы Шоқан Уәлихановтың бейнесін өте жақсы, мағыналы түрде ашатын ескерткіш деп білеміз. Қарасаңыздар, Шоқан Уәлихановтың романтикалық образы жарқын ашылады. Қарасаңыздар, мына әскери формада және қолында қағаз, осы зерттеуші екенін, ғалым екенін көрсететін, 8 қырлы бір сырлы тұлға екенін көрсететін ескерткіш. Ал Шоқан Уәлихановтың жалпы мына балалық шағы өскен жері Сырымбет өлкесі. Ол жерінде де 2 музей бар. Біріншісі мына Айғаным усадьбасы дейді. 1823 жылы Александр I жарлығымен осы Айғанымға иелік беріліп, усадьба салынады. Сіздер білесіздер, 1822 жылы Спиранскийдің Сібір қырғыздары туралы жарлық жарияланғаннан кейін хандық билік орта жүзде жойылғаннан кейін осы ханның ұрпақтарына, ханның руына осында қоныс иелік беріліп, Айғаным осы жерде таңдап, осы жерде міне усадьба салынады. Усадьбаға 5000 рубль бөлінеді. Және қарасаңыздар, бұл Сырымбет өлкесі өте көрікті жер, табиғаты да, тұрған жері де өте ыңғайлы. Осы жерде усадьба шығыс және еуропалық дәстүрдің синтезінде салынған. Қарап отырсаңыз, ішінде мысалға шығыс жиһаздармен бірге еуропалық стиль интерьерді байқалады. Кейін суреттерді байқасаңыздар, Шоқан Уәлиханов осы усадьбада Айғаным әжесінің үйінде балалық шағында өседі. Бұл үйді өте қолайлы орта болады балаға. Себебі бұл жерде көптеген ғалымдар, ақындар, сал-серілер келіп өнер көрсеткен болатын. Шоқан Уәлихановтың өсуіне, зердесіне, ғылыми санасының, ізденуші санасының қалыптасуына осы елді мекен өзінің бір үлесін қосады. Қазіргі таңда осы усадьба музей ретінде халық игілігіне қолданысында. Жалпы бұл усадьбаның да өз тарихы да ерек. Большевиктер билікке келіп, бұл Айғаным усадьбасын жойып, оның ағаштарын, оның ағаш мүліктерін барлығын сол кезде кеңес үкіметінің ғимараттарына, атап айтқанда аудан орталығы Самаркөлдегі, сол кездегі Володаровка дейді, мәдениет үйіне пайдаланады. Кейін ол сол мәдениет үйінде өрт болып, оның усадьбадағы ағаштардың аутентичный, нағыз шынайы материалдар жойылады. Бірақ халықтың жадында Айғаным усадьбасы қалады. Археологтар 20 ғасырдың 80 жылдары іздеп, орын тауып, 5 үйдің фундамент іргетасы табылады. Сөйтіп, Әлкей Марғұланның кітабындағы Шоқан Уәлихановтың суреттерімен салыстырып, қайтадан реконструкция, қайтадан қалпына келінеді. 1980
95 жылы Шоқан Уәлихановтың музейі ашылады Сырымбетте, ал усадьба қайтадан 93 жылы ашылады. Оған ашылуға елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, сол кездегі Өзбекстан президенті Ислам Каримов, Асқар Ақаев Қырғызстан президенті келіп, ресми ашылуға қатысады. Яғни музейге халықаралық маңыз беріліп, қазіргі таңда бұл музей Сырымбет тарихи этнографиялық музей деп аталады. Ода 5000-нан астам экспонаттар бар. Мәдени мұра жобасы бойынша 2007 жылы осы музейдің қайтадан реконструкциясына, қайтадан жаңартуына, ремонт жұмыстарына, жөндеу жұмыстарына 32 миллион теңге жұмсалып, қазір қайтадан халықтың игілігіне қолданып жатыр. Қарап отырсаңыздар, Шоқан Уәлихановтың өміріне сыр ашатын мәліметтер өте көп. Соның ішінде Сырымбет өлкесінің тұрғындары да, Шоқан Уәлихановтың туыстары да өзінің тарихи жәдігерлерімен бөліскен болатын. Атап айтқанда Шоқан Уәлихановтың ұрпағы Шота Уәлиханов Шоқан Уәлихановтың сандығын тапсырған болатын. Осы музейде бар. Жалпы музейге енді Сырымбет Көкшетау қаласының 120 километр шақырымда орналасқанмен халық көп барып аралайды. Жылына 3000 адам аралайды екен. Бұл өте жақсы көрсеткіш шын мәнісінде осындай шағын елді мекен үшін. Жалпы Сырымбет халқы өлкесінде тұрғындар барлығы Шоқан Уәлихановпен қатты мақтан тұтады, құрмет тұтады. Оның жерлес екен, ғалым екен, қатты мақтан тұтады. Ал Көкшетауда сонымен қатар Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде 92 жылдан бастап Шоқан тағылым атты конференция ұйымдастырылады. 2000 жылдарға дейін бұл республикалық деңгейдегі конференция болса, 2000 жылдардан бастап ол халықаралық конференция ретінде мойындалып, қазіргі таңда осы конференцияға алыс және жақын шетелдегі ғалымдар қатысады. Сөйтіп, Шоқан Уәлихановтың мұрасы қатты толық деңгейде зерделенуде. Көкшетауда Шоқан танушы ғалымдар бар. Атап айтқанда тарих ғылымдарының докторы профессор Қадыржан Қабиденұлы Абуевтің еңбегін атауға болады. Ол Шоқан Уәлиханов мұрасы бойынша Әлкей Хақанұлы Марғұланның жетекшілігімен кандидаттық диссертацияны қорғаған болатын. Кейін осы зерттеулер негізінде әртүрлі еңбектер жазып, атап айтқанда 2010 жылы Шоқан энциклопедиясы жарияланады, ал 2016 жылы орыс тілінде Шоқан и его современники атты 2016 жылы еңбегі шығады. Жалпы Қадыржан Қабиденнің өзінің көзқарасы бар. Шоқан Уәлихановтың өмірбаянына қатысты. Шоқан Уәлиханов құсмұрында емес, күнтеместе емес, Сырымбетте дүниеге келді деген өзінің көзқарасы бар. Әрине, бұл пікір гипотеза. Бұл Қадыржан Қабиденұлы осы кезеңде Шоқан Уәлихановтың шешесі, бұл кезеңде Шыңғыс төре Аманқарағай округіне аға сұлтан болып сайланып жатқан кезде жүкті болған. Сондықтан да ол кезде жақын қалған кезде көшіп қонуы екі талай деп осындай бір сын пікірмен қарайды. Жалпы ғылым болғасын, әр ғалымдарда өз пікір болады деген сияқты. Сондықтан да оны бір гипотез ретінде қабылдаймыз. Қазір кезеңде бүгін Шоқан Уәлиханов университетінде жалпы студенттер арасында Шоқан тану элективті курс өтеді. Оған тарих факультетінің студенттері міндетті түрде оқиды. Шоқанның тек қана өмірбаяны емес, сонымен қатар ғылыми мұрасымен де, сурет өнерімен де, жалпы тұтас тұлға ретінде, ғалым тұлға ретінде танысады. Биыл біздің бірінші курс докторантымыз осы Шоқан Уәлихановтың саяси көзқарастар бойынша диссертация тақырыбын таңдап, өз зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Жалпы Көкшетау қаласының тұрғындары, Көкше елі, Сырымбет елі, Айыртау елі Шоқан Уәлихановты өзінің тарихының бір символы ретінде, бір ерек тұлғасы ретінде қатты бағалайды, қастерлейді. Сондықтан да Шоқан мұрасын
біздің өлкемізде одан әрі осындай іргелі зерттеулер жүргізіледі деп сенеміз. Жалпы назар аударып тұрғандарыңызға рахмет. Осы конференцияға, дөңгелек үстелге сәттілік тілеймін. Рахмет. Жақсы. Рахмет, Талапкер мырза. Жақсы баяндама жасадыңыз. Бұл Шоқан Уәлихановтың мұралары бүгінгі жастарға, жалпы шәкірттерге жеткізіліп жатқандығынан ақпарат бердіңіз деп ойлаймыз. Бізде осы дөңгелек үстелді өткізу барысында Шоқан туралы нақты дерек жеткізетін ғалымдармен барынша байланысуға тырыстық. Осы орайда тарихшы ғалым Манаш Қозыбаевтың қарындасы Махаббат Қозыбаева ханыммен байланысқа шыққан едік. Махаббат ханым осындасыз ба? Бізге қосыла алдыңыз ба? Махаббат ханым техникалық ақауларға байланысты қосыла алмай қалған сияқты. Бұл кісі академик Манаш Қозыбаев зерттеулеріндегі Шоқан жайлы біраз ақпараттарды бізге жеткіземін деген еді. Техникалық себептерге байланысты кейін қосылып жатса сөз кезегін берерміз. Ендеше келесі баяндама кезегін филология ғылымдарының докторы, Евразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры Сағынбай Жұмағұл мырзаға сөз кезегін берсек. Қайырлы таң, армысыздар, қадірменді ағайындар. Бүгінгі осы рухани мәдени іс-шараға қатысушылар, бүгінгі іс-шара маңызды. Сіздерге естіліп тұр ғой, иә? Иә, естіліп тұр ма? Естіледі. Иә, сондықтан бүгінгі конференцияда міне маңызды баяндамалар жасалуда. Жарылғап аға бүгінгі таңда осы Шоқан танудағы айтулы зерттеуші ғалым. Сондықтан осы біздің ағаларымыздың, бауырларымыздың ой пікірін әрі қарай жалғастырсам, шынында да Шоқан мұрасының зерттелуі, зерделенуі бұл жалпы қазақ ғылымының өте көкейкесті өзекті мәселелерінің бірі. Сондықтан Шоқан мұрасын сан қырлы әмбебап энциклопедист Шоқан Уәлиханұлы мұрасын жан-жақты зерттеу бүгінгі таңда өзінің өзектілігін жойған жоқ. Шоқан тану ілімінің бүгінгі таңда қалыптасқан өзіндік үлкен бағыт-бағдары бар. Ол кезінде енді Шоқан тану әсіресе Әлке Хақанұлы Марғұланның зерттеу еңбектерімен сабақтас. Ал енді бүгінгі таңда осы Шоқанның беймәлім ғылыми, рухани мұрасын жан-жақты саралап, зерттеп, зерделеп жүрген ол бүгінгі біздің осы шараға қатысып отқан Жарылғап ағамыз. Сондықтан да Жарылғап ағамыздың осы Шоқан танудағы еңбектерін бүгінгі таңда айрықша атап көрсетеміз. Енді шын мәнінде Шоқан танудағы үлкен ғылыми зерттеушілік бағыт-бағдар ол академик Әлке Хақанұлы Марғұлан есімімен сабақтас. Әлке Хақанұлы Марғұлан осы ғылымның әр саласында еңбектене жүріп, осы Шоқан тануға айрықша үлес қосты. Атап айтқанда, Әлке Хақанұлы Марғұланның басқаруымен Шоқан Уәлихановтың 5 томдық жинақтары, таңдамалы жинақтары осы 1961, 1972 және 85 жылда жарық көрді. Және де ең маңыздысы осы Шоқан Уәлиханұлы жазып алған қырғыздың атақты жыры Манас мұрасы, соны тауып, қайтадан ғылыми рухани айналымға қосқан осы Әлке Хақанұлы Марғұлан болатын. Жалпы Әлке Хақанұлы Марғұланның Шоқанның жарияланбаған мұралары, Қазақ әдебиеті газеті 1981 жыл 16 қазан, Шоқанның естеліктері, Қазақ әдебиеті газеті 1982 жыл 2 сәуір, сондай-ақ Самат Өтениязовпен бірге жарылған Шоқан өскен орта жалын журналы 1985 жылдың 1 санында жарық көрді. Бұлар өте маңызды, өйткені Әлке Хақанұлы Марғұлан атап көрсеткендей, Шоқанның жарияланбаған мұразалары мақалаларында Шоқанның 5 томдық шығармаларына кірмей қалған мақалалар әлі де көп. Өмірбаяны туралы 100 беттік документтер тағы бар. Әлі еш жерде басылмаған көп жазулар бір ғана архивте сақталып келеді. Шоқанның мен ашқан мақалалардың тізбесі 135 бет дейді. Яғни бір ғана мақалаларының өзінің тізбесі 135 бет. Әлі басылмаған жазулар 4 кезеңді аңғартады деп, осы Шоқанның жас кезінде жазғандары, ауылға қайтып келіп жазғандары,
Петерборда жазғандары, Черняев экспедициясына қосылғаннан кейін жазғандары деп шоқантануда атқарылатын келелері бағыттарды айқындайды. Ал енді шоқан және манас зерттеуі шынында да бұл шоқантанудағы жалпы сол кезеңдегі осы гуманитарлық бағыттағы өте бір іргелі зерттеулердің бірі болды. Атап айтқанда Манас жырын Шоқан Уәлиханов ғасырлар бойы Азия мен Қазақстан жерінде қолданылған түркі деп аталатын дәстүрлі араб емлесімен жазғанын зерделейді. Көне мұрамыздың танудың түйінді желісінен ажырағысыз арнасымен дәнекерлейді. Түркі жазуының 1000 жылдық қалыптасқан тарихын айтып отырып, Әлке Хақанұлы Марғұлан қоғамның рухани өміріндегі маңызын 10-шы ғасырдан бастап соңғы дәуірге дейін Орта Азия мен Қазақстанда Орал Еділ бойында жасаған дарындардың өз ойларын қағаз бетіне аталған жазумен түсірген ерекше мән береді. Сол арқылы Шағатай ақындарының Бабыр, Қадырғали Жалайри, Әбілғазының тарихи жазбалары, Бұқар жырау, Абай өлеңдері, Сырым Датұлы нақылдарының түркі жазуымен бүгінгі күнге жетуінің әдеби тарихи дәстүрінің маңызын ашып көрсетеді. Жалпы шоқантану аясында қазақ халқы құрамындағы Оғыз әсері, сол Манас жырын талдау негізінде Оғызнаме, Ақсақ Құлан, Махамбетнаме дастандары, Күлтегін, Мойыншара, Білге Қағанға арналған жәдігерлерде кездесетін ортақ атаулар, ұғымдар, түсініктерге дейін еніп, олардың қазақ ауыз әдебиеті нұсқаларында кездесетін желілі сарынмен қатпары өте терең екенін айқын аңғартады. Жалпы осы Әлке Хақанұлы Марғұлан қазақ халқының сан ғасырлық рухани құндылықтарын зерттеуде Қорқыт, Едіге батыр, осы Шоқанға қатысты зерттеулерінің бәрі бүгінгі таңда маңызды. Әлке Хақанұлы Марғұлан бұл жолдарда әрине үлкен саяси идеологиялық қысымдарды да өткерді. Бірақ осылардың бәрін түрлі қиындықтарды, түрлі саяси кедергілерді өткеріп жүрсе де, осы шоқантану ілімін үлкен жаңа ғылыми белеске шығарды. Соның ішінде әсіресе Шоқан жазып алған атақты Манас жырын жоғалып кетті деп ғылыми қауым тарапынан күмәнмен қаралған мұраны тауып архивтен қайтадан рухани ғылыми айналымға енгізді. Сондықтан бүгінгі таңда Шоқан мұрасы өзекті, көкейкесті. Шоқантанудың бастауларында тұрған әсіресе алаш қайраткерлерінің еңбектерін ерекше атауымыз керек. Бұл ретте Міржақып Дулатұлының Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан, шын мәнінде бұл алғашқы ғұмырнамалық мақала. Шоқанның тегі, ата тегі, ортасы, әсіресе Шоқанның мынау ұлтшылдығы, Шоқанның отаншылдық қасиеттерін ашып көрсетуі ерекше маңызды. Өйткені Сібірді жақсы көрем, Ресейді жақсы көрем, бірақ та өзінің туған елін, атамекенін айрықша қастерлейтінін Шоқанның жеткізуі Міржақып Дулатұлының. Немесе жаңағы французды орыс ұрып жатса, орысқа болсам, ал егерде орыс қазақты қорлық көрсеткен болса, мен онда өзімнің қазағымды қастерлеймін дейді. Сондықтан Шоқан мұрасы өте өзекті, көкейкесті. Міржақып Дулатұлының да, Смағұл Сәдуақасұлының да мына шоқантанудағы мақалалары көп деңгейде айтылмай келген еді, кеңестік идеология қысымынан. Шынында да бұл мақалалар арқылы біз шоқантанудың бағытын, бағдарын, жалпы методологиялық негіздерін, ғылыми қағидаттарын барынша ұштаймыз. Сондықтан бүгінгі шара маңызды, құтты болсын. Осындай шаралар арқылы шоқантану ілімі осы жаңа тың деректермен толығатынына нық сенімдеміз. Рахмет. Жақсы, рахмет, Сағынбай мырза. Бүгінгі конференциямызда осындай бір бізге де жақсы ақпараттар жеткізгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ендеше келесі сөз кезегін филология ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Қайырбек Кемеңгер мырзаға сөз кезегін берсек. Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін Нұр Сұлтан қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы, руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі өте бір маңызды шараны онлайн форматта ұйымдастырып отыр. Шын мәнінде расында да патша заманында өмірге келген патша заманында жасаған Шоқан, алаш кезеңінде ұлықталған Шоқан, кеңес кезеңінде Марғұланның дәуірінде жан-жақты академиялық деңгейде зерттелген Шоқан, қазақ елі тәуелсіздік алған кезде де қазақпен бірге
жасай береді, қазаққа қажет. Осы орайда бір ой айтқым келеді. Мына кешегі кеңес тұсында адамзаттың тарихы, тап күрестің тарихы деп таптардың арасындағы тарихты ғана сөз етіп келіп, адамзаттың тарихында тұлғалардың мәселесі, соның ішінде мына қазақ тарихындағы тұлға мәселесі бір жақты қаралған тұста біз айтар едік, Шоқанның тұлғасы бізге қажет. Шоқан қашанда өзінің биігінде қала бермек. Бүгінгі онлайн форматтағы жиынымыз аққан жұлдыз деп аталса, бұл Шоқан сол темірқазық жұлдыздай қазаққа бір жол көрсетіп келетін, жол көрсетіп тұратын тұлға болып қала бермек. Біз енді өзіміздің сөзімізде Жарылғап ағаның жаңа өте бір тамаша баяндамасы жасалды. Өмірін Шоқанға арнаған, Шоқанның мұрасын зерттеуге арнаған Жарылғап аға осы тақырыпта диссертациялық еңбек жазған, ол кісі ғылым кандидаты. Сонымен бірге міне Шоқанның топырағынан, Шоқанның жаңағы Сырымбетте туған талапкер бауырымыз өте жақсы баяндама жасап отыр Көкшетаудан. Сағынбай ағамыздың сөзін жалғастырып, мен өзімнің сөзімді алаш кезеңінде Шоқан қалай танылды, соған қысқаша тоқталғым келеді. Сонымен бірге бүгінгі таңда Шоқан тануда қандай істер атқарылып жатыр, сол жөнінде қысқаша бір мәлімет ұсынғым келеді. Жаңа арасында да дұрыс айтылды. Биыл біз Абайдың жылында, Абайдың 175 жылдығында абайтанудың басында алаш қайраткерлері тұр деп айтамыз. Оны қазір өзі қарақты оқырман, зиялы қауым мойындайды. Әлихан Бөкейхан бастаған алаш арыстары Абайды алғаш өзінің шығармаларында, зерттеулерінде көрсеткен болатын. Сол секілді Шоқанның да есімі қазақ тілінде Шоқан жайында алғашқы дерек бұл Түркістан уалаяты газетінде жарияланған. Ол жөнінде көрнекті библиограф ғалым, алаш мұрасын тірнектеп жинаған Үшкілтай Субханбердин апамыз зерттеуінде жазады. 1870 жылы Түркістан уалаятының газетінде қазақ халқының атақты ғалымы Шоқан Уалихан туралы тұңғыш мақала жарияланды деп Үшкілтай апамыз Түркістан уалаяты газетінде, Ташкентте шыққан, қазақ тілінде шыққан тұңғыш газет, Түркістан уалаятының газеті ғой, ресми басылым болса да, қазақ баспасөзінің басында тұрған алғашқы басылым. Осы орайда бір айта кететін бір ойдан ой туындайды. Қазақ тілінде шыққан бірінші газеттің жарық көргеніне биыл 150 жыл. Яғни 2020 жылы отырсақ, 2020 жылы әңгіме өрбітсек, яғни осы қазақ тілді газеттің шыға бастағанына 150 жыл. Осыны да біз атап өткен жоқпыз. Бір немқұрайлы көп науқанның ішінде кетіп қалған секілді, шын мәнінде осы Түркістан уалаятының газетіне, Дала уалаятының газетіне де осындай бір онлайн форматта жиын өткізсек артық болмас еді. Ал енді жаңа айтқандай, Дала уалаятының газетінде Шоқан туралы дерек мол кездеседі. Түркістан уалаятының газетінің редактор Шоқанмен бірге оқыған болса, Дала уалаятының газеті Омбыда шықты. Омбыда 1888-1902 жылдар аралығында. Сонда 94 жылғы мәліметте атақты Шоқан Шыңғысұлы Уалихановтың туғанына бірнеше ай өткен соң 60 жыл толады. Бек жақсы болар еді, егерде бұл құрметті марқұмды жүзбе-жүз анық білген таныс адамдар болса, оның құсында білгендерін жәрдем етіп жазып жіберсе деп, 1894 жылы Дала уалаяты газетінде Шоқанды көрген адамдар болса, енді міне туғанына 60 жыл болады деп осындай бір мәлімет беріледі. Бұны не үшін айтып отырмыз? Дала уалаятының газетінде Әлихан бастаған алаш арыстары өздерінің еңбектерін жариялады. Шоқанның жүрген жерінде олар Омбы қаласында шоғырланды. Жалпы ұлт азаттық алаш қозғалысының енді ресми басталуы, Қарқаралы құзыр хатының жазылуы деп санасақ та, оның алдында осы Омбы секілді әсіресе далалық өлкенің орталығы, Ақмола облысының орталығы Омбы қаласында шоғырланған Әлихандар, Отыншылар, Айдархан Тұрлыбайұлы, Ереже Битбайұлы, Райымжан Мәрсекұлы, бір жыл кейін 1904 жылы енді 3 жылы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы кейінірек келген. Көптеген алаш арыстары осы Омбыда жүріп, осы ұлт азаттық алаш қозғалысының платформасын, идеясын ойластырған деп сеніммен айта аламыз. Соның ішінде мысалы Отыншы Әлжанұлының еңбектерінде
Дала уалаяты газетінде 80-нен астам еңбегі шыққан Шоқан туралы көптеген деректер келтіріледі. Бұны біз не үшін айтып отырмыз? Кейін менен жаңа профессор Сағынбай Жұмағұл ағамыз айтқандай, Әлихандардан кейін Қазақ газетінде Міржақыптың көлемді мақаласы 1914 жылы шыққан Шоқан танудағы орны бөлек осы мақаланың Шоқанның тегі, ортасы, ғылыми мұрасына қатысты көп дерек келтіріледі. Бұның барлығын оқып өскен сол кездегі алаш жастары, сол омбыда шоғырланған бірлік жастары Шоқанның есіміне қанық болды, Шоқанның мұрасына тәнті болды. Солардың қатарында біз зерттеулерімізде кеңірек қараған алаш қаламгері Қошке Кемеңгерұлының еңбектеріне қысқаша тоқталғым келіп отыр. Қошке Шоқанға қалай келді дейтін болсақ, біріншіден Шоқанның нағашысы Мұса Шорманұлы. Білесіздер, Мұсаның қарындасы Зейнеп, Зейнептен туған Шоқан болса, Мұса мен Қошке аталас туыс. Екеуі де бір баян ауылдан. Мұса Шорманұлы Қошкенің атасы Кемеңгерді Омбыға алып келіп оқытқан, сол жерде писерлер мектебін бітірген, Қаржас ауылына басшылық еткен Мұсаның заманында. Міне сол өзінің отбасында Шоқан жайында көп естіді. Екіншіден, жаңа отыншы деп отырмыз. Отыншы Әлжанұлы Қошкенің туған жездесі Нұржамила апасына үйленген. Міне осындай жағдайлар Қошкеге Шоқанның есімін ерте естуге бір себеп болды деп өзіміз сондай бір пайым жасаймыз, қорытынды жасаймыз. Шоқанның ізі қалған Омбы қаласында ерте оқыды, жүрді. Смағұлдар, Қошкелер Шоқанды қалай таныды? 20-шы жылдар жазған еңбектерінде Шоқанның мұрасына деген көзқарасын сөз еткенде, мысалы, қазақ тарихынан зерттеуінде мынандай сөз бар. Үстірт қарағанда үкімет қазақ үшін тырысқан сияқты. Бірақ үкімет ісінің ішін ақтарсаң, арамдығы аңқып шыға келеді. Үкімет қазақ баласын оқытқанда білім алсын, елін ағартсын деп ойлаған жоқ. Қазақтың жас баласын елінен айырып, орыстың рухын сіңдіріп, қазаққа орыстың идеясын тарататын үндеуші қылу мақсатында болды. Жалпақ қазақ елінің білім өнерге бейіл бермей жиіркенуі тарихи көзбен қарағанда табиғи дейді. Бұл патша заманында қазақ баласы оқу білімге неге ұмтылмады деген сұраққа қазақ тарихынан еңбегінде Қошке Кемеңгерұлы осындай жауап береді да, бірлі жарым ұлтшылдық демократизм рухымен жүріп, ақсүйекке әуеленбеген Шоқан сияқтылар болды деп, одан кейін Шоқанның өміріне, Шоқанның тағдырына тоқталады. Қалың қазақтың алдымен көргені ел арасынан шыққан үкіметтің қол шоқпары болған казак-орыс отрядтары деп, мына орыспен біз ықпалдасудың, орыспен жақындасудың екі жақты себебі жағдайы болған, ықпалы болғанын сөз ете келе, оның біріншісі әрине жаңағы қазақтың үстінде қамшы үйірген казак-орыс отрядтары болса, екінші мәдени орыс. Мәдени орыспен араласқаннан кейін біз өзімізді мына Шоқанның Достоевскиймен, Дуровпен, Семенов Таншанскиймен араласқаны, Абайдың Михайловпен таныс болғаны бізге екеуінен де мол мұра қалдырды деп Шоқанды, Абайды сөз етеді. Содан кейін енді жаңа Шоқанның айтқан сөзін Сағынбай Жұмағұл айтты. Бәрінен бұрын өзімнің қазақ елімді, одан соң Сібірді, одан соң Ресейді, содан соң ғана бүкіл адам баласын жақсы көремін. Қазақты орыс ұрып жатса, қазаққа болсамын, орысты француз ұрып жатса, орысқа болсамын деген сөзді қазақ тарихынан зерттеуінде Мәскеуде шыққан 24-ші кітабында Шоқанның сөзін Қошке Кемеңгерұлы мысалға келтіреді. Бұл неге айтып отырмыз? Алаш кезеңі бұл ұлтшылдық кезең. Ұлтшылдық кезең, бұл әдебиетте де сол сарын, жалпы алаш қозғалысының жалпы сипаты бұл ұлт азаттық қозғалыс. Сонда міне Шоқанды өздерінің алаш қайраткерлері сол үшін ақ қастерледі деп есептейді. Шоқанның пікірлес замандас қазақ жолдасы болмағандықтан, Шоқанның пікірі бір жерге жиналып кітап болып ерте жарық дүниеге шықпағандықтан, кейінгі азаматтарымызға мезгілімен әсер бере алмады дегенде
ойды осы кітаптан оқимыз. Бұл енді қысқаша мәлімет. Одан бөлек енді жаңа 1923 жылы Ахаңның 50 жылдығында Смағұл Садуақасұлының ұлт тарихында ұлықтайтын 5 тұлға болса, соның қатарында алдымен Кенесарыны, одан кейін Шоқанды, содан кейін Ыбырайды, одан кейін Абайды және осы арамызда жүрген Ахаңды, Ахмет Байтұрсынды біз ерекше қастерлеуіміз керек деп, жас Смағұл сол кездің өзінде қазақ жастарына осы үлгі тұтатын тұлғаларды, тарихтағы тұлғаларды тізіп көрсеткен болатын. Осы 5 тұлғаға қатысты кейін пролетариаттық платформадағы біздің енді большевиктік идеологияның соңына ерген қазақ қаламгерлері пікір айтып, қарсы шығып, бұлардың барлығын тарихтан сызып тастау керек деп, Шоқан қателесті, Шоқан қазақтың даласын жаңағы отарлауға келген орыс отрядтарына жаңағы тыңшылық жасады. Ыбырай Алтынсарин я орыс емес, я қазақ емес, я мұсылман емес, я христиан емес деп оны да сызып тастап тарихтан, оған да қарсы бір науқан жүргендігін білеміз. Абай болса да болмаса да феодалдың баласы, Құнанбайдың, діншілдің баласы деп Абайға да тіл тигізген кездер болды. Міне осы кезде Шоқанға да, Ыбырайға да, Абайға да ешқандай тіл тигізбеген, оларды қашан да өзінің тарихтағы тұлғасынан, тұғырынан төмендетпеген тұлғалар бұл алаш арыстары ер едік. Әлихан бастаған алаш арыстары қашанда осы тұлғаларды қастерледі. 20-шы жылдары өздері қуғын-сүргінге ұшырағаннан кейін енді Абай тануда да бір үлкен бір дағдарыс болғандығын білеміз. 30-шы жылдары Абай тіпті оқулықтардан да сызылып қалды. 37-ші жылдары, 38-ші жылдары Абайдың өлеңі қазақ оқулықтарынан, оқу құралдарынан, хрестоматияларынан түсіп қалған кез болды. Алаш қуғын-сүргінге ұшыраған кезде. Міне Шоқанға да қатысты осы сөзді айтқымыз келеді. Енді сөзіміздің соңында біз енді Шоқанның жаңа Сырымбет деп жатыр, талапкер бауырымыз көрсеткен Сырымбет топырағында болдық, Айғанымның усадьбасын көрдік. 12 жасында сол жерден Шоқан Омбыға кадет корпусына барғандығын мәлім, ол жөнінде Сәбит Мұқановтың романында жазылған, енді Шоқанның өмірбаянында бәрінде көрсетілген. 6 жыл Омбыда жүрді. Сол Омбы қаласында, Омбының орталығында Шоқанға көше бар. Жалпы мына миллионнан астам халқы бар Омбы қаласында қазақ есімімен аталатын біз білетін 2 көше бар. Оның бірі Шоқан болса, екіншісі Сәкен Сейфуллин көшесі. Ал Шынтуайтына келгенде Омбыда жаңағы айтқан Әлиханға да, Мағжанға да бәріне көше берсек артық емес. Енді ол біздің бір арманымыз. Сонымен бірге Шоқанға Омбы қаласында 2004 жылы ескерткіш қойылды. Ол ескерткіштің орнатылуына үлкен бір еңбек сіңірген қайраткер азамат, осы Қазақстанда көп жерде осы тұлғаларға ескерткіш орнатқан азамат ағамыз Қуат Есімханов деген аға. Қуат Есімханов ағамыз сол ескерткішті қойды. Ескерткіште дар городу Омску от президента Республики Казахстан Нұрсұлтана Назарбаева 2004 жыл деген жазу бар. Дәл Омбының орталығында, Шоқанның көшесінде, кадет корпусына қарама-қарсы жерде. Бұл жер сол жердегі қазақ жастарына, қазақ халқының өкілдеріне бір тағзым ететін, сол Омбыға барған қазақтар сол жерге соқпай кетпейді. Сонымен бірге жаңа кадет корпусы, бұл енді әлі күнге дейін жұмыс істеп тұрған орны. Кадет корпусының ішінде сол кадет корпусын бітірген көрнекті тұлғаларға ескерткіштер, тақталар қойылған. Соның ішінде мемлекет қайраткері Куйбышевке, жаңағы атақты мына соғыста қаза болған батыр Карбышевке кадет корпусын бітірген, соларға ескерткіш қойылған. Солардың қатарында Шоқанға да ескерткіш тақта қойылған. Ол жерде жаңағы сөз бар. Тақтада в Сибирском кадетском корпусе с 1847 по 1853 год обучался выдающийся казахский просветитель, ученый и исследователь, ротмистр Чоқан Чингизович Валиханов деген жазу бар, барельеф тұр. Сол жерде кадет корпусына түскен кадеттер осы күнге дейін ант қабылдайды екен. Олардан ант қабылдағанда жаңа Шоқанның
тақтасының алдында ант береді. Омбы қаласында сонымен бірге тағы бір айта кетер жағдай, 1999 жылдан бері, мен енді соңғы жылдар білмеймін, осы бір 10-15 жыл бойы Омбы қаласында Омбы музыкалық театр деген үлкен бір театр бар, Омский музыкальный театр. Сол театр өзінің жылда жаңа театр маусымын Любина Роща атты екі қойылымды музыкалық мелодрамамен ашады. Бұл Любина Роща деп аталатын қойылымда уақиға Шоқанның тағдырына арналған. Любина Роща қойылымындағы уақиға 1852 жылғы Омбыдағы уақиға арқау болады. Аңызы бойынша жаңа Омбы кадет корпусының шәкірті, қатарластарынан асып туған Ақсүйек Шоқан, генерал-губернатор Гасфордтың жас, сонымен бірге сұлу келіншегінің көзіне түседі. Гасфордтың келіншегі Шоқанға ғашық болады. Жаңағы қойылымда сондай бір эпизод бар. Содан жаңағы Люба есімді әйелі өзінің енді махаббат сезімін ырқына көне алмай, бір жағынан арны мен намысын таптауға тырысса да, ыстық сезім ессіз жүректің ырқына беріліп, ақыры Шоқанмен оңаша қалуға құмартады. Люба өзінің ғашығын губернатордың үйіне аудармашылыққа шақырады. Сөйтіп Шоқан губернатордың үйіне аудармашы болып орналасады. Одан әрі оқыған, мәдениет көрген Любаның ажары аз уақыттың ішінде Шоқанды да баурап алады. Бұл енді көркем шығарма ғой, енді тарихта дәл солай болды, болмады ма деп біз айта алмаймыз. Шоқанды баурап алады. Отпен ойнағаны сезінсе де, жас жүрегін билей алмаған Шоқан Любаға ғашық екенін айтады. Және ол мұндай ыстық сезімде өмірінде бірінші душар болған, ғашық дертіне алғаш шалдыққанын жеткізеді. Бұл жағдайды көп ұзамай генерал Гасфорд біліп қойып, Шоқанды алыс сапарға, ал әйелін төркініне жібереді. Көптен бері денсаулығының ақаулығы бар Люба құсадан қайтыс болады. Люба қайтар алдында күйеуінен кешірім сұрайды, Шоқанның қолында жалған дүниемен қоштасады. Шығарманы сахнадан көрген кезде көзіңізге жас үйіріледі. Жаңа 1000-нан астам көрермені бар музыкалық театр, 1000 адам отыратын үлкен театрда, соның жартысы қазақтармен толады театр. Шоқанға арналған қойылым болғаннан кейін қазақтың барлығы Омбыдағы қойылымға барады. Сол кезде керемет енді қойылым. Драмадағы Шоқан шын мәнінде көп кадеттің ішіндегі ең үздігі, тектілігімен, сыртқы сымбатымен, талантымен, білімімен, қай жағынан болмасын, кадет корпусында оқитын шәкірттердің алдында тұрған кадеттің бірі. Міне осындай қойылым 1999 жылдан бері Омбыда қойылып келе жатыр. Біз оған да бір марқайып қуандық. 2,5 сағатқа созылатын қойылым. Енді Шоқан жөнінде көп әңгіме өрбітуге болады. Біздің енді айтпағымыз Шоқан қазақпен бірге жаңа жасай береді. Жарылғапы ағамыз айтпақшы, оның мұрасын зерттейік, мұрасын терең танайық, талдайық. Бүгінгі атқарылып жатқан шара, онлайн форматтағы жиын, сол Шоқанды ұлықтауға арналған дүние деп есептейміз. Жаңа туған жеріне байланысты гипотезалар әлі күнге дейін қазақпен бірге кейінгі ұрпаққа жалғаса беретін секілді. Ол енді қимастықтан туған сезім шығар, Шоқаннан ұрпақ қалды деген әңгіме айтылады. Шоқан жазатайым қаза болды деген әңгіме айтылады. Оның барлығы енді қимастықпен айтылып жатқан дүниелер шығар. Бірақ біз жаңағы айтқандай тарихтағы тұлғаларды зерделегенде, тарихтағы тұлғаларды танығанда, соның ішінде Абылай хан болсын, Кенесары хан болсын, Шоқан болсын, Ыбырай болсын, Алаш дәуіріне дейінгі тұлғаларды танығанда, тәуелсіздік кезеңінде біз сол тұлғаларға алаш ұстанымы тұрғысынан, алаш биігінен қарағанымыз орынды болар деп ойлаймыз. Сонда біз енді қателеспейміз, сонда еңбегіміз баянды болмақ деп ойлаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға, уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Махаббатымыз қосылды ма екен? Махаббатқа біз бір өтініш айтып едік. Махаббат Қозыбаева дайындалып. Рахмет. Еркебұлан.
Рахмет, Кайырбек мырза, бізге Шоқан жайлы тағы да кеңінен жан-жақты ақпарат бердіңіз деп ойлаймыз. Және өзіңіз айтып отырған Махаббат Қозыбаева ханым қосылған екен. Ендеше Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ғалым хатшысы, PhD докторы Махаббат Қозыбаеваға сөз кезегін берсек. Рахмет. Сәлеметсіз ме, құрметті әріптестер. Слышно меня, да? Если тұр. Слышно, да? Благодарю. Сәлеметсіз, құрметті әріптестер. Очень приятно действительно принять участие в такой конференции, в таком диалоге, посвященном выдающемуся ученому, энциклопедисту, востоковеду, историку, этнографу Чукану Валиханову. Я прошу прощения, извиняюсь за то, что немножко у меня со связью были проблемы. Сейчас мы находимся в Национальном архиве, поэтому немножко, вот, может быть, с этим связано, немножко со связью были проблемы. Разрешите приступить непосредственно к докладу. Мой доклад посвящен в целом, как я посмотрела, и мне удалось немножко послушать, действительно сегодня очень интересный разговор. Еще раз благодарю организаторов за то, что сегодня наше такое мероприятие будет посвящено именно увековечению памяти, да, этого выдающего ученого. Действительно очень много научных учреждений, учреждений образования, улиц, учреждений культуры посвящено и носит имя выдающего ученого Шокана Валиханова. Я думаю, это не случайно. Именно таким образом мы показываем, как можно и как продолжается, да, действительно тот труд, который после себя оставил такое большое наследие, который оставил после себя выдающий ученый Шокан Чингисович Валиханов. Как известно, Шокан Чингисович Валиханов является первым казахским ученым, известным просветителем XIX века, этнографом, фольклористом. Действительно, на сегодня его имя является олицетворением культурных, научных достижений казахского народа. Творческое и научное наследие великого ученого продолжает сохранять актуальность и в условиях современного независимого Казахстана. Хотелось бы также отметить, вот если мы действительно говорили сегодня о различных точках зрения на его труды, на его творчество, то, конечно же, отрадно, что большая часть интеллигенции нашей современной, наших академиков, выдающих ученых, основоположников уже современной исторической науки также неоднократно обращались к творчеству Чукана Чингисовича Валиханова. Хотелось бы отметить в этой связи также вот Кимингер ага говорил о том, Кайырбек ага говорил о том, что очень интересный взгляд на, и вот также, когда мы с ним до этого говорили о направлении данного мероприятия, можно было также упомянуть, и мы с ним говорили о том, что очень интересный взгляд Манашика Казыбаева, академика, доктора исторических наук, профессора, долгое время возглавлявшего ведущий институт истории и этнологии имени Чукана Валиханова при Академии наук, действительно тоже заслуживает своей оценки. В частности, Манашка Башич Казыбаев в своей статье «Шокан Шукулара» обращает внимание и выделяет три таких ипостаси, можно сказать, великого ученого Шокана Валиханова, как непосредственно вот он назвал свои главы Шокан Белес, Шокан энциклопедист, Тугрун Синин Аскар Тау.
деген бөлімдерге бөліп тайылады. То есть непосредственно, если мы говорим, вот почему таким образом он выстроил свой труд, можно обратить внимание, что действительно Шокан воспринял своей фигуре, как бы вот действительно он был героем своего времени, да, то есть воспринял все прогрессивные идеи, начиная непосредственно как выходец своей именно культурной среды, представителем казахского народа, очень образованный, получил образование всевозможное, как бы и духовное, и светское образование, и в том числе он также являлся как бы продуктом, именно получив образование в российских учреждениях, да, он являлся также представителем вот, российской культуры. Это тоже, конечно же, повлияло на его взгляды, на его разносторонние отношения, именно развитие, да, в плане интереса к различным отраслям наук. И переходя ко второй части, непосредственно Шокан как энциклопедист, действительно необходимо отметить, что нельзя просто говорить о том, что Шокан был ученым, да? То есть именно определенный какой-то как бы ученый, он все равно ограничен какой-то отраслью определенной науки, то Шокан был действительно человеком энциклопедического склада ума и был основоположником, можно сказать, различных отраслей, именно направлений в исторической науке, в том числе непосредственно истории, источниковедения, методологии, этнографии, этнодемографии и много-много других. Да? То есть он был еще известным путешественником, географом и так далее. То есть действительно его интересы выходили далеко за пределы определенной науки. То есть поэтому и Манаш Кабаши говорит о Шокане как человеке-энциклопедисте. И, конечно же, вот третья часть статьи посвящена непосредственно, что многие его труды, которые он оставил после себя, они достойны отдельного внимания и заложили, вот, наверное, основу многих современных направлений научных исследований. И в этой связи как раз-таки хотелось немножко вот продолжить мысль о том, что наш институт в этом году празднует 75-летие, свое 75-летие. Он был образован 14 августа 1945 года, и на основе постановления он выделился как самостоятельный институт из Института языка, литературы и истории. То есть он стал Институтом истории, археологии, этнографии. И вот как раз-таки в этом контексте именно недаром в 1961 году, в январе, институту было присвоено имя именно выдающегося ученого, энциклопедиста Чукана Валиханова. И 12 сентября 1991 года наш институт стал наименоваться, как и сейчас, Институт истории и этнологии имени Чукана Валиханова. То есть вот обратите внимание на написание именно не Шокана, не Шокана Шыңгысовича Уалиханова, да, а именно вот мы до сих пор соблюдаем традицию написания, как вот было принято постановление в 1991 году, так и пишется в русской транскрипции Институт истории и этнологии имени Чукана Чингизовича Валиханова, то есть через буковку Ч. То есть, ну, в казахской транскрипции, конечно, уже применяются другие правила, именно Шокан Уалиханов атындағы, да, тарих және этнология института. Вот это вот казахская транскрипция. Как известно, наш институт проводит фундаментальные прикладные исследования именно в рамках исторических наук, этнографических исследований, антропологии, историографии, источниковедения. Также осуществляются научные экспертизы, происходит подготовка научных трудов, научных изданий. Немножко из истории хотелось бы отметить, что, конечно, мы вот в рамках, я еще буду говорить о том, что скоро у нас будет в декабре, 8 декабря мы планируем провести конференцию, посвященную 75-летию института, где будем именно чествовать наших ветеранов, основоположников, организаторов науки казахского филиала Академии наук.
среди которых Ермукан Бекмаханов, Покровский, Нусубеков, Юшков, Шахматов, Аполло, Маргулан, Век Сулейменов, Дашлегер, Манаш Казубаев, Кенис Нурпейсов, Тультай Балакаев и многие-многие другие. В частности, вот непосредственно вы видите вот на фотографии тоже мы готовим сейчас большую книгу, посвященную 75-летию нашего института, куда войдут архивные фотографии, архивные справки по работе, где будет охвачена работа всех отделов института. Хотелось бы отметить, что именно в рамках здесь возникает также и академическая этнография, которая также у нас входит ее начало к 40-м, ко второй половине 50-х годов. И вот заложена основа была востоковедом Нигметом Сабитовым, которую мы тоже планировали чествовать, и также будет открыта именная аудитория Нигмета Сабитова. Вот. Я не буду перечислять, какие защиты диссертации, все это можно будет ознакомиться в нашей книге, конечно, и отметим, что в работе отдела и в основоположнике казахской этнографии в Казахстане являлись, конечно же, на то время молодые энергичные исследователи Аргынбаев, Масанов, Муканов, Смогулов, которые как раз-таки заложили основу академической этнографии. И вот сейчас также у нас работают знаменитые этнографы, это Серик Ажигали, Ахмед Токтабай и так далее, которые занимаются именно изучением уже сакральной географии. Также необходимо отметить, что одно из направлений Института археологии и этнографии было источниковедение и востоковедение, вклад в который несли Ибрагимов, Юдин, Мингулов, Зуев, Султанов, Пищулина и многие другие. И вот то, что именно на основании, можно сказать, нашего института, да, возникли институт, уже отпочковался институт археологии имени Алькея Маргулана и институт востоковедения имени Сулейменова. Вот все они тоже интересно, внесли большой вклад в становление нашего института. И хотелось бы также отметить, что уже в 90-х годах, когда у нас, конечно, повлияло и гласность, и открытие многих архивов, которые были ранее засекречены, появляются такие важные труды Манаша Казубаева «История и современность», сборники документов и монографии Абухожина, Алдыжмана, коллективизация в Казахстане, трагедия крестьянства, насильственная коллективизация голода в Казахстане. Мы знаем, что было издано более 14 книг скорби, именно книг памяти, во-первых, посвященных репрессиям, во-вторых, посвященных именно участникам Великой Отечественной войны. Также гонимым голодом, сборник документов среди казах и многие-многие другие. И, конечно, особое место занимает фундаментальное академическое издание, которое практически писалось более 15 лет, да, это «История Казахстана» в 5 томах. На сегодня в институте у нас функционирует 8 отделов. В частности, недавно открыт был также отдел всемирной истории. Есть у нас отделы древней средневековой истории, история Казахстана нового периода, история Казахстана 20 века, историография средневековедения современной методологии. И вот также на основе отдела исторической демографии, раньше персоналистики, был переименован отдел, и сейчас носит название исторической демографии Ассамблеи народа Казахстана. Вот. И здесь представлены различные, как раз таки Серик Скинич Ажигали проводит различные экспедиции, этноархеологические экспедиции, посвященные увековечиванию и описанию памятников, сакральных памятников, погребальных памятников от Карагандинской области и так далее, с целью сохранения, увековечения, реконструкции данных памятников. То есть вот. Также проводится у нас изучение сакральных мест в Узбекистане Ахметом Токтабаем, профессором-этнографом. И также проводятся различные этнографические экспедиции по регионам Казахстана.
Также институт наш последние 2 года принимает участие в реализации программы «Архив-2025», в результате которых выявлено более 28 тысяч листов архивного материала, осуществлены 11 археографических экспедиций по городам России, Украины, Венгрии, Польши. В экспедиции принимали участие не только ученые, но и архивисты, методисты и так далее. То есть такие были у нас и теоретики, практики, да, архивного дела, которые выявляли именно материалы, которые ранее не были введены в научный оборот. На основе данных материалов вот у нас проводится различные конференции, активно работает Совет молодых ученых, проводит ежегодный конкурс на премию имени первого доктора исторических наук Ермухана Бекмаханова. Издаются 2 журнала, сейчас открылся 3-й. И вот на основе выявленных материалов у нас, во-первых, опубликована уже «Казахстан. Тарих. Энциклопедия». Большое 3-томное издание. В этом году будет 3-й том уже также издан и будет передан ведущей библиотеке вузов, также институтов, различных гуманитарных учреждений. Также участвовал наш институт совместно с Институтом археологии имени Алькея Маргулана в реализации проекта «Сакральные места Казахстана», где мы подготовили именно как реестр самих мест, так и научно обоснованные критерии отбора. Тоже они были распределены между библиотеками. Издаются различные монографии. В частности, монография представлена нашего директора Кабудинова Зейбека Рухановича. Также сборник Султан Батыр среднего жуза. Очень много сборников было издано в рамках программы «История, культура Великой Степи», посвященной национальному освободительному движению казахского народа, совместно с Центральным государственным архивом нашим. И из истории казахско-российских отношений 20 век совместно с историческим архивом Омской области и также Государственным архивом Оренбургской области. Вот, российские коллеги очень активно участвуют в публиковании сборников. Также у нас был реализован проект «Великие имена Великой Степи», куда вошел, в принципе, и обязательно здесь найдете Чуканова Алиханова, его подробная биография и библиографические ссылки. Недавно был презентован и переиздан большой труд Клары Шайсултана Хафизовой и Моисеева, это российского историка. Именно переиздание сборника документов, который вышел для служебного пользования в 1989 году. Здесь он был доработан, 2 тома объединены в один, и также даны пояснения и рекомендации по использованию данного сборника. Это перевод китайских источников по именно взаимоотношению Цинской империи и казахских ханств во второй половине 18, 1, 3, 19 века. Тоже активно он сейчас распределяется между вузами, библиотеками вузов и различных гуманитарных институтов. Вот сейчас у нас выходит 5 книг еще, я заканчиваю. Это у нас два сборника документов из истории Великой Степи, совместно также с историческим Омским архивом, исторический архив Омской области. И Национальное освободительное движение продолжается серия совместно с Центральным государственным архивом. И вышло также выходит вот сейчас буквально в типографии находится 3 монографии из истории Казахстана, посвященные периоду перехода от казахского ханства в состав Российской империи. Также посвящена монография национального освободительного движения и влияние ее на идентичность, национальную идентичность. И также этнографы работали в рамках проекта «История культуры Великой Степи» над инкорпорированными межвузовыми группами, то есть так называемые субэтнические группы, и их влияние и роль в составе казахов. Вот такие 3 монографии у нас на подходе, то есть 5 больших книг, 2 сборника документов и 3 больших книг. И вот также хотелось бы, пользуясь временем, пригласить вас всех. 4 декабря у нас состоится в 11 часов, пройдет также в режиме онлайн международная научно-практическая конференция,
посвященная историко-культурному наследию Чуканова-Алиханова в контексте духовного возрождения. И она посвящена также 180-летнему юбилею выдающегося ученого Чуканова-Алиханова и пройдет вот, в интерактивном режиме, и заявки принимаются до 18 ноября. Спасибо за внимание. Көп рахмет, Махаббат ханым. Жасалып жатқан жұмыстар, еңбектер жайлы жақсы мағлұмат бердіңіз, жақсы көрнекі құралмен кеңінен баяндама жасадыңыз деп ойлаймын. Қатысқаныңызға көп рахмет. Сіздердің де жоспарлап жатқан іс-шараларыңыз сәтті өтуіне тілекшіміз. Ендеше біз осында жиналған көпшілікпен бірге Шоқан Уәлихановтың Алтын Емел мемориалды мұражайына онлайн экскурсия жасасақ. Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемлекеттік мемориалды музейі. 1985 жылы 20 қыркүйекте қазақтың аса көрнекті ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 150 жыл толу құрметіне орай Алматы облысындағы Кербұлақ ауданы Шанханай ауылында ашылды. Музей, экспозиция, лекция залдары және қор қоймасынан тұрады. Экспозицияны жасауға Мәскеу, Ленинград, Омбы, Алматы, Фрунзе қалаларының музейлері мен мұрағаттар белсене атсалысты. Бүгінде музейдің негізгі қорындағы жәдігерлердің саны 755, ал жалпы экспонаттық материалдардың саны 1014. Музей ғимаратының ішкі интерьері киіз үй пішінінде жасалған. Мұнда халқымыздың эстетикалық мәдениетінің бояу қолданудағы ерекшелігі ұтымды шешім тапқан. Музей қабырғалары ақ түсті 8 бұрышты өрнектермен, керегелермен көмкеріліп, қызғылт еденмен әдемі үйлескен. Ғимарат бұрыштарының көлемі әртүрлі. Төбеден арқалық тәрізденіп салбырай төгілген, басқұрлардың етегі түрлі түсті жіппен өрілген бақыт түйіні деп аталатын шашаққа жалғасады. Халық ұғымы бойынша дүниенің 4 торабы оның бел ортасында тоғысады. Аңыздардағы 7 қат жер деген ұғымға сәйкес, террасалық шешіммен жасалған музей едені арқылы келуші жұрт орталық өзек арқауды айналап отырып, орама секілді сатылармен жоғарғы көтеруге болады. Музей жәдігерлерімен танысу қазақтың тұңғыш мүсіншісі, халық суретшісі Хакімжан Наурызбаев сомдаған ғалымның атақты саяхаттарының маршруты көрсетілген гобеленге арқа сүйеген Шоқанның гранит бюстінен басталады. 5 бөлімнен тұратын экспозициялық залдан келушілер атақты ғалымның өміріндегі мәлім де беймәлім айғақтармен таныса алады. Яғни Абылай хан, Уәли Сұлтан бастаған ұлы бабаларынан бастап, қиында қызықты өмірін кезең-кезеңмен көз алдынан өткізеді. Шоқанның көзі тірі өзі пайдаланған заттары, эполеттер, қару-жарақтар, пистолетінің түпнұсқасы, ер-тоқым, өзі жасаған карталар мен сызба кестелері, қол жазбалары және оның экспедициялар мен саяхатта болғанда салған графикалық портреттер мен пейзаждық суреттерінің үлгілерін көруге болады. Сонымен қатар, экспозициядағы халық қолөнері мен ұлттық музыкалық аспаптар Уәлихановтың қазақ аңыздары мен ән күйіне деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Музей экспозициясындағы алғашқы бөлімге шын есімі Мұхаммед Ханафия Шоқан Шыңғысұлының тұлға болып қалыптасу кезеңіндегі 19 ғасырдағы мәдени және саяси әлеуметтік ортаны сипаттайтын фотосуреттер мен құжаттар және отбасылық мыс-табақ, бұрыш, ұнтақтағыш, шай қасық сынды жеке бұйымдары қойылған. Екінші бөлім Шоқанның жастық шағын, Омбы кадет корпусында оқыған кезін, әскери қызметінің бастапқы сатысын, жас Шоқанның орыс демократ зиялыларымен танысқан кезін суреттейді. Үшінші бөлімде Шоқан Уәлихановтың Орта Азия, Оңтүстік Сібір және Қазақстанның географиясы, тарихы мен этнографиясы туралы зерттеулерімен, күнделіктермен түрлі хаттармен танысуға болады. Кадет корпусында оқып жүргенде оның саяхатқа шығуға, белгісіз Азияның жаңа қырын танытуға құштарлығы оянған еді. Жас ғалымның арманы орындалып, ол европалық ғалымдар үшін беймәлім орындарда ашып қана қоймай, белгісіз Азия туралы алғашқы ғылыми деректерді жазып қалдырды.
Өзінің қысқа ғұмырында Қазақстан мен Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетіне, этнографиясы мен географиясына арналған көптеген маңызды еңбектері жазып үлгерді. Оның ғылыми еңбектері орыс, ағылшын, неміс, француз тілдерінде басылып шықты. Тарихтан белгілі, орыс патшасы Александр II Шоқанның Қашқар сапарындағы еңбегінің нәтижесін бағалап, 4-ші дәрежелі қасиетті князь Владимир орденімен марапаттаған. Өкінішке орай, ол орден сақталмаған. Тек осы музей қызметкерлерінің тынымсыз ғылыми ізденісінің арқасында ол олқылықтың орны толтырылып, облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен орденнің көшірмесі жасалып, сөреден өз орнын тауыпты. Келесі бөлім Петербург кезеңі. Оның орыс ғалымдарымен, жазушыларымен жазысқан хаттары, күнделіктері мен өзге де құжаттары мейлінше ұқыптылықпен жүйелі түрде қойылған. Ең соңғы экспозициялық зал артына зор ғылыми мұра қалдырған, Шоқанның халық жадында қалай сақталғанын суреттейді. Яғни Шоқан Уәлиханов әдебиетте, көркемөнер мен кинода деп аталады. Мұнда Шоқанға арналған ғылыми зерттеулер, романдар мен повестер, пьесалар, спектакльдер мен фильмдермен танысуға болады. Бүгінде елімізде зор әлеуметтік экономикалық, мәдени өзгерістер жүріп жатқан шақта, Шоқан Уәлихановтың ғылыми, ағартушылық қызметінің тарихи маңызы жете терең меңгеріліп, аса жоғары бағалануда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен қабылданған рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Шоқандай ұлы бабаларды зерделеу, олардың мол мұраларын игі мақсатқа ұластыру, ескерткіштерді ел сүйсінерліктей әспеттеу бүгінгі ұрпақтың борышы деп білеміз. Жаңа ғана баршаңызға көрсетілген осы Шоқан Уәлихановтың алтын емелдегі мемориалды мұражайына онлайн саяхат жасаған болатынбыз. Бүгінгі шарамызда соңына қарай жетіп қалды. 1,5 сағат уақытқа созылған екен. Жаңағы ғалым ағайларымыздың айтуы бойынша расымен де Шоқанға оның еңбегі жайлы, өмір жолы жайлы айтуға бір ғана конференция, бір ғана шара жеткіліксіз. Сондықтан алдыда әлі талай шараларда жолығамыз деп ойлаймыз. Бүгінгі конференцияға уақыт бөліп қатысқан барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Бүгін Жарылқап ағамыздың арқасында өте керемет деректерге, тың ақпараттарға қанық болдық деп ойлаймыз. Ендеше осындай бір жақсы шараларда жолығуға тілекшіміз. Аман, саулықта болайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет баршаңызға. Көп рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.